Ассалауму алейкум қыздар. Бүгін кішкентай қыздарға арналған тюрбан тігеміз. Матамызды екі қабаттап аламыз. X пен Y-ті түсініктемеде көрсетіп өтемін. Және де екі қосымша бөлшек видеода көрсетілгендей өлшемдермен аламыз. Матамызды тағы екі қабаттап алып, доғалап кесіп аламыз. Шетінен 0,5 см қалдырып тігіп шығамыз. Бір жағынан жиырып тартамыз. Қол ине жіппен бір-біріне беттестіріп тігіп шығамыз. Кішкентай тесік қалдырамыз. Тюрбанымызды шетке алып қойып, кішкентай бөлшегімізді алып, бір-біріне беттестіріп тігіп шығамыз. Теріс жағынан аударып аламыз. Енді тюрбанның тесігіне кіргізіп, бір-біріне қосып тігіп аламыз. Тігісін артқа жіберіп, тюрбанның тесігін сол тігісімен беттестіріп тігіп аламыз. Енді үлкен бөлшегімізді алып, шет-шетінен түгел тігіп шығамыз. Кішкентай тесік қалдырып, сол жағынан теріс аударып аламыз. Видеода көрсетілгендей бантик жасаймыз. Тюрбанымыз дайын. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.